Сәлем достар. Бүгінгі тақырыбымыз заңды мемлекет. Неліктен елдердің 80% заңды мемлекет болуға ұмтылады? Себебі бұл әділ қоғамның тірегі. Ендеше заңды мемлекет дегеніміз не? Заңды мемлекет бұл адамдар емес, заңдармен басқарылатын ел. Демек, әркімнің, соның ішінде үкіметтің де іс-әрекеттері белгіленген заңдармен реттеледі. Бұны барлығы орындауы тиіс ереже кітабы ретінде елестетіңіздер. Енді принциптер туралы әңгімелесейік. Біріншіден, заң үстемдігі, заң алдында барлығы тең. Екіншіден, билік тармақтарын бөлу, билікті зорлық жасаудың алдын алу үшін. Үшіншіден, адам құқықтарын қорғау, әрбір адамның негізгі бостандықтары болуын қамтамасыз ету. Мысалы, Германия өзінің қуатты заңды мемлекет жүйесімен танымал. Америка Құрама Штаттары да заң үстемдігімен билік тармақтарын бөлуге баса назар аударады. Қазақстанда да осы принциптерді нығайтуға бағытталған жұмыстар жалғасуда. Олай болса, бұл неліктен маңызды? Заңды мемлекет әділдік, тұрақтылық және қоғамдағы сенімді дамытады. Бұл болашақты жақсартудың негізі. Есіңіздерде болсын, осы принциптерді түсіну сіздерге хабардар және жауапты азамат болуға көмектеседі. Қызығушылықты танытып, үнемі білім алыңдар.